Марат екеуміздің отасқанымызға биыл 15-ші жыл. Мен оның үшінші некедегі әйел болсам, ол менің екінші күйеуім. Менің бұрынғы күйеуімнен бір ұл, ортақ некеден бір ұл, бір қызымыз бар. Маратта бірінші әйелінен бір қызы бар. Ол біздерге кейде келіп тұрады. Жалпы мұсылман әйелінде алғашқы некелерінен жол болмаса, әйел 40 шырақты дегенмен, ажырасқан әйелдердің екінші рет тұрмыс құрып, бақытты болуы некен саяқ. Бірақ Құдайға шүкір, мен Маратты кездестіргелі тағдырыма өпкем жоқ. Өзімді бақыттымын деп санаймын. Астасып бара жатпасам да, біреуден ілгері, біреуден кейін өмір сүріп жатырмыз. Бірінші күйеуім жаман жігіт болмағанмен, арақпен ажырамас дос еді. Сау жүретін кез болмайтын. Арақ өтіп кеткен ауру болатын. 2 жыл тұрмай жатып ажырасып кеттік. Маратпен қосылғанда менің ажырасқаныма 2 жылға таяу уақыт өткен. Екеумізді таныстырған Майра. Жеке өмірінде жол болмай жүрген жігіт. Нең кетеді? Таныса салшы деп Майра үйінде аяқ асты таныса салғанда, соның нәтижесінде осылай әп-әсем семья құрып кетеміз деп ойлаған жоқ едім. Екінші кездескенде бір автобус жора жолдастар тауға шықтық. Тамақ ішіп болған соң әркім 2-3-ден бөлініп, біреулер доп, біреулер шахмат ойнауға кіріскен. Доп соғып жалыққан соң, оңаша кетіп өзіме ұнаған шөптер мен гүлдерді жинауға кірістім. Жалпы мен табиғатпен сырласқанды жақсы көремін. Адамдардан гөрі олар мені жақсы түсінетіндей. Мен өзімде аттарын жақсы білмейтін шөптерді қызықтап, кейбіреулерін еңкейіп иіскеп, кейбіреулерін жинап, дем алып жатқан топтан едәуір азап кетіппін. Кенет қойтастар арасымен жақындап қалған Маратты көрдім. Біреу жасырын санап отырған ақшамды көріп қалғандай жақтырмай, әр ыңғайсызданып қалдым. Ол ұялып қымсынған жоқ. Қасыма емін еркін келіп, «Жанар, оңашада қасқыр жеп қояды деп қорықпайсың ба?» деді. Мен кез келген қасқырға жем болатын тоқты емеспін дедім. Ойланып та жатпастан. Әйтеуір аузыма келген алғашқы сөзді айта салдым. Өзіңнің әдейі жем болатын арнаулы қасқырларың бар ма? Мен әлі өсімдіктер әлемінен сырласып жүредім. Адамдарға тамақ қандай керек болса, өсімдіктерге де күн құнарлы топырақ, су керек. Табиғат аясына шықсам, жан сарайым жарқырап кеңіп қаламын. Мынау гүлдер мен әртүрлі шөптер де өздеріне ғашық жанды көріп қуанып, шапала құрып жатқандай, аяқ киіммен басуға аяп, жалаң аяғымен ептеп басамын. Билей басып жоғары өрлеп, біраз биіктіктен қарамақшем. Марат, жүр Жанар, анау үлкен қойтасқа шығып қайтайық деп қолын ұсынды. Бетіне қол ұстаспайық шығуға болмай ма дегендей таңдана бір қарадым да қолымды бердім. Қолдар қарулы екен, адымдап тез жүреді. Оған ілессем деп әп-сәтте ентігіп қалдым. Төмендегілер көзден ғайып болған. Бұл шоқының арғы жағы көлеңкелеу, салқындау секілді. Біраз жүрген соң, төбемізде өткінші жаңбырдың қара қорғасын бұлттары пайда болғанын байқадым. Денем тоңазып кетті. Кішкене діріл пайда болды. Ол аздай үлкен-үлкен жаңбыр тамшылары төптеп жауа бастады. Лезде үстіміз малмандай су болды. Төмендегі адамдар бала шағалармен машиналарына тығылып жатқан болар деп ойладым. Демалысымыздың сәні кетті-ау, синоптиктер жауын болмайды деп еді ғой деп қапалана ойладым. Анау жерде үңгір бар екен. Кеттік деген Маратпен қосыла жүгіргенде көз алдымызға жақын көрінген үңгір қапеліне жеткізе қоймады. Ахлеп-ухлеп оған жеткенде біздерді мазақ қылғандай жаңбырда бітті. Жаңа жаңбырдан қашып қатты жүргенде қолымдағы бір аяқ киімімді түсіріп алыппын. Жаңбырдан кейін ызғарлы жел денемді дірілдетіп барады. Ентігіп бір-бірімізге не істерімізді білмей қарап тұрмыз. Мендей діріл қақпағанмен, Мараттың да үстіндегі бір көйлекпен жаурап тоңғаны көрініп тұр. Түрі бозарып кетіпті. Жанар, сені құшақтап жылтпағаныма ренжіме. Олай жасасам, әрі қарай кетіп қалуым мүмкін. Ондай жағдайда сен менің қолыңды қақпауым керек деді. Менің құлағым тас бітеліп қалды. Тісім тісіме тимей сақылдап тұрмын. Оның нені меңзегенін түсіндім. Адамдар отырған жерге жеткенше біраз уақыт керек. Олар да дымқыл жерді басқысы келмей, әлі машиналарынан шыққысы келмей отырған шығар. Осы демалысты ұйымдастырып жүрген Алтай, осы жерге келгенде, тау аралап кетсеңдер де, кешкі 6:00-де осы жерге жиналыңдар деген. Оған дейін әлі қайда. Маратқа қарасам, маған сұраулы түрімен әлі көз алмастай қарап тұр. Бірге болған еркектерім көз алдыма келді. Біріншісі ажырасқан күйеуім, екіншісі ретін тауып, күш көрсетіп дегеніне жеткен бір сұмырай. Үшіншісі Марат болады ма? Біреу ішімнен, біреу артық, біреу кем, не қылар дейсің, көне сал. Өзіңнің тәнің де жаның да қарсы емес қой. Әрі сенің ырқыңа салып тұр дейді. Ішімнен бір дауыс. Жындысың ба, екінші рет көрген еркекпен болмақшысың ба? Мерез бе, спит пе, бірдеңесі болса қайтесің?
Бала көтеріп қалсаң ше, өзі сырт келбеті келісті денелі жігіт. Етегіне намаз оқып жүр дейсің бе? Өзі туралы ештеңе білмейсің. Ол сен ұнаттым, сүйемін, үйленемін деп те айтқан жоқ қой. Мынандай жерде қалай болмақсың? Сенің төсек историяларың жылы үйде, оңашада, жұмсақ төсекте өтетін дейді екінші дауыс. Осыдан көнсең саған үйленем деген дауыстың алыстан естілген соншалық, оны Мараттың айтқанына сенбейтін деймін. Сол екен, мен өзіме өзім сөз бергем. Мен туралы ештеңе білмей көз жұмып көнген қызға не әйелге үйленем деп сөз бергем дейді. Иә, еркектердің бәрі сол. Дегендеріне жеткенше уәдені аямайды. Менің үндемегенімді Марат өзінше түсінді ме? Мені құшақтап алып сүйе бастады. Есімді жиғанша етегімді көтеріп шаруасына кірісті. Аздаған ыңғайсыздықтары болмаса, мен онымен болғаныма өкініп те тұрған жоқпын. Табиғат аясында табиғаттың бір бөлшегіне айналып кеттік. Көздерім жұмулы болса да, көкте екі құстың бірін-бірі қуалап қатар ұшып ойнап жүргендерін, жерде екі гүлдің басы тербеліп, бастары түйісіп сүйіскендерін көңіл көзімен көргендеймін. Жер мен көктің ортасында табиғаттың балалары табиғат заңынан аттай алмай соған бағынып, құмардан шығудамыз. Екеуміз де қатты шөлдеп қалыппыз. Махаббат деп аталатын екеумізге ортақ ешқандай сезім болмағанмен, екеуміз де қатты құштарлық пен сағыныш бар еді. Мен еркек құшағын сағынсам, Мараттың да көптен әйелмен болмаған сезіледі. Екеуміздің де темпераменттеріміз шамалас екен. Төменге мен бөлек оралдым. Менен әжептәуір кеш оралған Марат менің аяқ киімімнің сыңарын тауып алып келді. Бір жұмадан кейін Марат мені үйіне алып барып, көршілерін шақырып, Жанар енді біздің үйдің хозяйкасы болады деді. Сонда ол өзінің екі әйел жібергенін айтты. Басында бір ай ыңғайсызданып жүрдім. Жиренше айтпақшы, күндіз екеу, түнде төртеу емес, бесеу алтау болып кеткендейміз. Бірақ біздің мінездерімізде ортақ нәрселер көп еді. Екеуміз де әңгіме өсек дегенді тіпті ермейміз, көңіл аудармаймыз да. Екеуміздің де алдыңғы некелерден аузымыз күйгеніміз бар. Ең алдымен бір-бірімізді ренжітіп алудан қорықтық. Алған тәрбиеміз, өмірге деген көз қарасымыз деңгейлес екен. Басты себеп сол болса керек. Сыйластық түбі үлкен сезімге ұласты. Ең бастысы, бір-бірімізді тыңдай түсіне білдік. Әлі күнге бір-бірімізді ренжіткен емеспіз. Қосылғанда басын ашып алған мәселеміз Мараттың, Жанар, бұрын қанша еркекпен болғаныңның қамаған қажеті жоқ. Білгімде келмейді, тек алғашқы күннен өле-өлгенше бір-бірімізге адал болуымыз керек деген сөздер еді. Бүгін сенбі, балалар үйде жоқ. Ерте тұрып құймақ жасап, таңертеңгі сүт қосқан қою қара шайды ішіп отырып, еркелей үн қаттым. Мәке, балалар өсіп, жігіт болып келеді, өтпелі кезеңде жүр. Қыздар да телефон шалып тыным бермейді. Соларға бір жыныстық тақырыпқа әңгімелер айтып ақыл айтыңыз. Қыздардан аулақ жүрсін. Бір нәрсеге ұрынып, қателік жасап қоймасын. Жанарау, әлі жас емес пе олар? Жыныстық тақырыпқа әңгіме айту ерте емес пе? Солай деген Марат есіне бір нәрсе түскендей кілт тоқтады. Жоқ, ерте емес екен деп мырс етіп күліп жіберді. Жүзіне барлай қарағанмен, қыздармен алғашқы сүйіскенің есіңе түсті ме? Әлде әйелмен алғаш болғаның есіңе түсті ме? Айтып берші деп күлдім. Жанарау, сен де адамның ішіндегіні оқып отырасың ба? Иә, менің бірінші рет әйелмен болғаным есіме түсті. Сен де айтып берсең айтайын деді. Иә, ерлі-зайыптылар арасындағы бұндай әңгімені көбі ерсі көретін шығар. Бірақ біздер күнделікті өмір шындығын ертекке айналдырмай сол күйінде қабылдайтынбыз. Марат екеумізде бір-бірімізге қосылғанша бірнеше некеде болғанымызды жоққа шығармайтынбыз. Иә, бұл өмірдің шындығы. Оны еске алғымыз келмегенмен ақиқат солай. Ол мен төсекте басқа әйелмен салыстыра алатын болса, мен де оны төсекте басқа еркекпен салыстыра алатынды біледі. Мен басымды изедім. Мәкең өзінің қоңыр даусымен әңгімесін бастап кетті. Мектеп бітірген жылым біздер 11 класс бітіргенбіз. Жасым 18-ге толады. Қол аяғым балғадай жігіт болып қалған кезім. Қыздарға өлеңдетіп хат жазғаннан нәрге бара алмай жүрміз. Бірде сабаққа әзірленіп отыр едім. Көрші бөлмеден анамның зілді үні естілді. Маратай, мына жаңа туған қозыларды анасының бауырына сал. Алмай қояр, өздері әлсіз екен. Ауыздандыр. Биыл 11-ші сыныпты бітіріп жігіт болып арман қуып Алматыға оқуға барайын деп жүрген жігітке анамның қозыларды ауыздандыр дегеніне риза болмасам да, әдетте бұндай жұмыстармен айналысатын Саматтың өкпесіне салқын тиіп, аудан орталығындағы ауруханада жатқан есіме алып, қозыларды қорадан шығарып, ауладағы енелеріне қостым. Аяқтарын тәлтіректей басып, өз бетінше енелерін дұрыс еме алмаған қозыларды тамақтандыруға бөтелкеге құйып сүтте ала шыққанмын. Бірақ анамның талабы барынша енесін емізу, сосын барып тоймаса немесе өздігіне неме алмаса ғана бөтелкемен сүт беру.
біресе тәлтіректеп тұра алмаған, тұрса да енесінің емшегін таба алмаған, тапса да дұрыс ем алмаған қозыларды ұрсып, біресе шыр көбелек айналған қойларды ұрсып, қара терге түстім. Бұндай жұмысқа анамның мал табар атайтын саматы дұрыс еді. Ол малдарды күткенде артық ештеңе байқалмай, ол әбігерге түспей-ақ бар жұмыс өздігінен істеліп жатқандай көрінетін. Қойын шаршадым, кешке салғанда енелерін дұрыстап емізермін деп, еміздікпен тамақтандыруға кіріскенім сол еді. Ойбой, палуан жігіт-ау, не істеп жатырсың деген ойнақы дауыс естілді. Дауыстың ойнақылығы, көңілділігі сондай, мені мынау шуаш пен көң сасыған жерден әдемі ойыңа не келсе соны істей алатын түрлі түсті, сәулелі, әрі түрлі сазда өнерге апарып тастағандай. Қарасам Зылиха екен, бізге аталас жақындығы бар. 5-6 үй әрі тұрады, ылғи көңілді жүретін келіншек, күйеуінен ажырасып кеткен, 2 ұлы бар. Анам оны көрсе кірпідей жиырылып жақтырмай қалады. Жәй, мына кеш туған қозыларды ауыздандырып жатырмын деп белімді жаздым. Ой, соқталдай жігіт болыпсың ғой, ауыздандырып жатырмын де. Иә, ал ауыздандырған қалай екен деп сиқырлана күлді. Үлкен қара көздері мөлдіреп тұр, көз айыра алмайсың. Біздің кластың қыздарында бұндай мөлдіреген көз жоқ деп ойлап үлгердім. Онша емес, қозылар емшекті алмай жатыр. 3 туған соң ба қозылар кішкентай, әлсіз бөтелкемен сүт бермекшімін. Қане маған бер, ауыздандыру оп-оңай деп, кім айтты саған деп, қозыларды ауыздандырып берейін. Ал сен маған ертең келіп ағаш жарып бересің бе деп, көзін қысып сыбырлап құпиялай сөйледі. Мен басымды шұлғыдым. 5 жыл бойы мектепте Тимур және оның командасының мүшесі болып, талай үлкендердің тезегін басып, үйлерін әктесіп, ағашын жарып, аулаларын жинап бергенбіз. Ағаш жару түкте емес, ол қолымнан келеді. Зылиха етегін жиып екі тізесінің арасына қыстырып жүрелей отырып, қозының аузын күшпен ашып, қойдың емшегін аузына сауып жіберді. Ана сүтінің дәмі бөлек пе, әлде мен шынымен ретін таба алмағаным ба? Аз уақыттан кейін ақ қозы енесінің емшегін еме бастады. Анамның үйден шығып келе жатқан дыбыс естілді. Зылиха сұқ саусағын еріне апарып, «Тс, ешкімге айтпа» дегендей белгі берді. Апа, саламатсыз ба? Бағана поштаға барып едім. Алматыдағы қызыңыздан посылка келіпті. Пошташы Танзила паспортын әкеліп посылкасын алып кетсін деп айтып жіберген. Соны айтайын деп келдім. Көрген соң мына балаға қозыларды ауыздандыруға көмектестім. Ол моп-момақан күйге ене қалды. 3 қозы енелерін таласа ем жатыр. Зылиха кетіп бара жатып көзін тағы бір қысты. Апамның оған рахмет айтқан даусы ызғарлы шықты. Онымен қоймай маған ала көзімен атып бір қарап, Зылиханың артынан бір түкірді. Түнде төсегімде төңбекшіп көпке дейін ұйықтай алмадым. Зылиханың көз қарасында адамды тартып тұратын бір сиқыр. Көз қарасының өзі жұмбақ, тез өзгереді. Әрі мұңды, әрі тұнық, әрі күлімдеп тұрады. Адамға сынайда барлайда еркелейде қарайды. Неге екенін білмеймін. Зылиханы анам да көрші әйелдер де жақтырмайды. Тіпті бір ретте байсыз болса да қойны құр болмайды дегендерін оқыста естігенмін. Ертеңіне биік дуалды көк қақпаның алдына келіп, қоңырауды басқанында есік ашқан Зылиха сен ешкім көрген жоқ па деп айналаға қарап алды. Оған таңдана қарап қалған маған тез кір, Марат деп қақпаны жапты. Қаз қатар жарып дайындап қойған ағаштарға қарап, қайда жаратын ағаштар, балта өткірме деген сұрағыма Зылиха, қандай ағаш, үйге кір деді. Кешегі айтқан шаруасын ұмытып қалған ба, үйдегі электр розеткалар істемей қалған ғой деп үйге ендім. Шағын ғана 2-3 бөлмелерден тұратын тап-таза үйге қысыла басып кіргенмен, бірден басқа ешкім жоғын көріп еркінсідім. Кішкене 2 балалы үйге ұқсамайды. Шашау шыққан не киім, не ойыншықтар көрінбейді. Палуан қайным-ау, мен сені шынымен ағаш жаруға шақырды дейсің бе деп сықылықтап күліп алды. Күлкісі бар ғой, сыңғырлап тұр. Біздің кластың ешбір қыздары бұлай күле алмайды. Ол жүре сөйлеп дастархан әзірлеп жатыр. Бұрын қой дайындап қойған ба, шай сәтте дайын болды. Мен клубта бүгін кинодан кейін би болады деп естігем. Үйге барып киетін шалбарымды үтіктеуім керек. Көрші бөлмеге шығып кеткен Зылиханың, палуан қайным-ау, сен нешесің, ақ па, коньяк па деген дауыс естілді. Бәр жұмбақ болса да, санама бірдеңе жете бастаған секілді. Маңдайымнан тер бұрқ ете түсті. Оңаша үй, жаюлы дастархан, шөлмек сыланып сызылған келіншек, сырлы тылсым дүние жұмбақтығымен тарттырса да, ағаш жару керек болмаса, кинодан кейін би болатын еді. Қайтуым керек деп, орнымнан тұрмақшы болдым, бірақ аяқтарым асығар емес. Отыр Марат, отыр. Би болса кинодан кейін емес пе? Мен сені жеп қоймаймын деп жас балаша аузын томпайтты. Ерке қызға ұқсап кетті. Жасы 25-30-да шығар, бірақ дәл қазір 16-да қыздағыдай көрінді. Өзім бір белгісіз нәрседен жүрексініп тұрғандаймын.
Әншейінде ештеңеден қорықпайтын басым, бас киімімді қыса ұстаған қалпы тұра қашқын келіп тұр. Марат, бірінші шай ішіп әңгімелесейік, жақын отыр деген Зылиха аузы ашылған шөлмектен 2 рюмкаға ақ арақ құя бастады. Екеуміз де еркін отырып, әңгімелесу үшін нан алып қоялық. Бүгін менің күйеуге шығып, алғашқы еркекпен болғаныма 10 жыл толды. Оның орталап қойған рюмкадағы арақты қағып салғанына қарап, мен де әйелден қалғаным ұят болар деп қағып салдым. Классымыз 9-ны бітіргенде бірнеше бала әрі қарай оқымай училищеге кететін болғандықтан вечер жасағанбыз. Сонда алғашқы рет арақ ішкем. Әрең демімді алып қақалып шашалғаныма ыңғайсыздансам да, онымды 5 минут өтпей ұмытып кеттім. Еркінсіп әзілдемек болдым. Жақсы хозяйка екенін, дайындаған салаттарының дәмді екенін айттым. Екінші рюмканы ішкенде алғашқыдай қиналған жоқпын. Мойнына байлаған орамалын алып Зылиха қасыма жақын отырды. Мен оның аппақ жұп-жұмыр мойнынан көз алмай қалдым. Көйлегінің алды да арты да ашық екен. Мойнына таққан шынжырына кигізілген жүрек тәрізді кулоны қос анардың ортасынан төмен құлап, мені көр деп тұңғиыққа тартып бара жатқандай. Найзағай сезім денемді дір еткізіп, дірілдетіп тұрып алды. Біресе жаңағы ішкен 2 рюмка мен қатырып тастағандай ма қалшиып қаттым да қалдым. Ештеңесі естімеймін, сөйлей де алмаймын, әлде сөйлегім келмейді. Биді де ұмыттым. Зылиха маған бір нәрселерді айтып жатыр. Арасында тамақ іш, енді арақ ішпейміз деген естіледі. Бір кезде қолымды алып, жаңағы кулонның үстінен басты. Қос анары көйлектің сыртынан ақ қолымды күйдіріп барады. Сонда да тартпадым. Жаңа ойыншықпен әуестенген баладай қос анарды сипалап тұрып, қысып қоямын. Іш киімнің ішінде бір нәрселер болып жатыр. Бір кезде дымқылданып кеткенін сездім. Демімді терең алып 3-ші рюмка арақты өзім құйып қағып салдым. Палуан қайным, сен менің айтқанымды түсіндің бе? Өткенде қозыларды ауыздандырғанымыз есіңде ме? Мен сені әйелмен болуға, яғни ауыздандыруға шақырғам. Егер қалың кемелсе кете бер. Қалай кетемін? Тосын жұмбақ дүние. Өзім жүретін кәмшаттың бетінен шала шарпы 2-3 сүйгенім бар. Әлі ерінен де сүйіп көрген жоқпын. Ал Зылиха саңғырлы, сырлы дүниені ұсынып тұр. Одан қалай бас тартам? Жалпы Зылиха біздің ауылдың көп әйелдеріне ұқсамайды. Шалбар киіп алып велосипедте тебеді. Жас қыздардың арасында волейболда ойнайды. Әр кез үстінен әдемі әтір иісі аңқып жүреді. Кеттік. Мына бөлмеге деген Зылиханың артынан ере бердім. Бұрын қызбен болғансың ғой? Жоқ, ештеңе етпейді, жүретін қызың бар ма? Иә, ничего. Бұл сатқындық я көзге шөп салу емес. Тек сәл-пәл мектептен өту. Бізде оқуға үйретеді, тамақ істеуге, әртүрлі жұмыстарды істеуге, киінуге үйретеді. Ал ең басты нәрсе махаббатпен айналысуға үйретпейді. Мен тек соның орнын толтырамын. Әрі менің әйел атанғаныма бүгін тура 10 жыл болды. Соны өзімше атап өтем. Жалаңаш әйел денесін жақыннан алғаш көруім. Кинодан шомылуға барғанда көріп жүрмін ғой. Ал ол қасымнан табылғанда оның әсері тіпті басқаша екен. Басым айналғандай, көзімді жұмдым. Өз шешініп болып түймелерімді асығыс шешіп жатқан Зылиханы алып, кеудеме бастым. Алдымды бір қатты өрттің жалыны шарпып жатқандай болды. Адамға әлде жануарға тән түйсікпен бе? Анық білмесем де, ол өртті сөндіретін нәрсе менің білуімше Зылиханың алды. Менің алдынан да ақылға бағынбас бір күш қозып пайда бола бастады. Бас бермеген арғымағымның артынан еріп Зылиханы кітаппен оқып, кинодан көріп жүргендей бас салып сүйіп аймалай бастадым. Омар-жұмар төсекте құлағанда әйелдің шешпейсің бе деп тұншыға шыққан даусы емтихан кезіндегі подсказка секілді болды. Іш киімінің қалай шешілетінде ұмытып қалғандаймын. Ұзақ уақыт әуреленген секілдімін. Содан кейін бойымды өртеген қызуды басатын саябаққа кіріп келіп, қақпасын таппай аласұрдым. Әйелдің қолдары көмекке келді. Жол анау деп көрсетіп жібергендей болып еді. Кірмей жатып қақпадан нені бере, қоржын толы тауарын шашып алған саудагердей күй кештім де, басымды қосанардың ортасына тығып жібердім. Қоржынды алып барып барымды көрсете алмасам да қақпадан енгенімді өзімше бір ерлікке баладым. Ештеңе емес, бұл бірінші рет қой деп, әйел дауыс құлағыма күңгірлеп жетті. Мені тыныштандырғандай басымнан сипалай бастады. Содан найзағай сезім бойыма 5-6 рет келіп қақпаға қарай шабуылдап, алғашқы күні-ақ бірнеше әріптерін үйреніп қалдым. Жақсы оқушымын ба әлде, мұғалімім тәжірибелі ме білмеймін. Биге барам деп едің ғой. Клубта кино бітетін уақыт болды, енді қайт деген Зылиха есіктен шығарып салып тұрып, енді 2-3 бірге болсақ әбден ауызданып кетесің деп сылқ-сылқ күлді. Содан кейін менің аңдығаным Зылиханың үйі болды. Оған күніне бір барып қайтпасам сабақта оқи алмайтын күйге түстім. Қалған кезде айналама кітаптарды үйіп алып, бөлмемнен шықпаймын. Менің сол кезде ойлағаным әйелдің ғажап денесі тұрғанда кино, концерт, ал бертін келе оларға қоса қонақтық курорт тағы басқа қызықтардан гөрі
Әйел денесін қызықтағаннан, әйел денесіне тояттағаннан артық еш нәрсе жоқ. Әйел денесіне еш нәрсе жетпейді деп білемін. Әртүрлі сылтау айтып кешке қарай Зілиханың үйінен бірақ шығам. Ештеңеге шамамыз келмей, дереу төсектен табыламыз. Жас арасын сезбеймін. Онымен өзімді еркін ұстаймын. Ол да екі баласы бар әйел емес секілді. Мен сенің үстінен шығайыншы дейді, біресе былай жасап көрші қалай болды екен дейді. Құдды математика апайдың бұл есепті тағы қандай жолдармен шығаруға болады деген сұрақтар секілді. Мен одан кейін ондай тәжірибелі әйелді көрген емеспін. Марат осы сөзді айтқаннан кейін менің бетіме зерттей бір қарап алды. Неге екенін өзім де білмеймін. Мен төмен қарадым. Тек ойыма Мараттың төсек қатынасы кезіндегі ұсыныстарының көбін қабылдамайтыным есіме түсті. Марат әңгімесін әрі жалғады. Зілиха екеуміздің арамызда сезім де міндет те ештеңе жоқ. Тек бір-бірімізге магниттей тартатын бір күш бар. Осы күн ойлаймын. Мен тіпті сол кезде үйленсем де Зілихаға баруымды қоймас едім де. Бұл екеуміз үшін де жақсы еді. Бірақ жақсы нәрсе ерте ме кеш пе бітуі тиіс болатын. Бірде кездескенімізде Зілиха балаларының ертең шешесінің үйінен қайтатын, енді бұлай еркін кездесе алмайтынымызды, тек анда-санда сиректе, онда да түнгі сағат 1-2-ден кейін 1-2 сағатқа ғана келіп кетуге болатынын айтты. Аз күнде Зілихаға қатты бауыр басып қалыппын. Ішімнен тәтті күндер бітеді ме жоқ, бір реті болар ма деп ойладым. 18-дегі жігіттің еш нәрсені уайым көрмейтін шағы емес пе? Әдеттегідей бүгінде құштарлықтың бетін 4-5 қайырып тастап, әйел денесін зерттеп сипалап жатыр ем. Зілиханың айтуынша үздік оқушы екенмін. Есік қоңырау естілді. Денесі былқ-сылқ етіп, маужырап ләззатқа батып бара жатқан Зілиха әлденеден секем алғандай ұшып тұрды. Халатын кие жүріп Зілиха шығып кеткен аздан соң даладан қатты дауыстар естіле бастады. Зілиха мен тағы бір еркектің даусы. Сақтықта қорлық жоқ деп киініп алдым. Аулаға шығатын ауызғы бөлменің есігінің артына тығылып, демімді ішіме тартып құлағымды сырттағы диалогқа тіктім. Таныс дауыс, учаскелік милиционер Созақбайдікі. Одыраңдаған жігіттен мектеп оқушылар түгел жұрттың бәрі қорқады. Үйде оған қатысты әңгіме қозғалса апам, әлгі әдірем қалғыр Созақбай деп отырады. Өзі әйел бет денесі де қалай болса солай пішіле салған әйел денелі. Даусы да шыңкілдеп шығады. Әйел бет еркек дегенді білесіз бе? Көзіңізге елестетіп көріңізші. Еркек екен үстіне киген еркек киім ғана білдіреді. Түкірігі шашырап сөйлегенде сирек мұрты қосыла жыбырлап тұрады. Иә, сұлу қатын, не сонша бұлқынасың? Еркек көрмегендей. Не тұрыс, үйге шақырмайсың ба? Мен қонақшыл емеспін, келген шаруаңызды айтыңыз, және қолыңызды жүгіртпеңіз. Келсем сол, күйеуі жоқ әйел жігіт сағынып қалған шығар деп келдім деп, өзінше әзілдеген Созақбай хихихилеп шіңкілдеген даусымен күліп алды. Жігітінің түрінде іштей кінжіліп, жігітшіл Созақбайды бір бұқтап алдым. Ағай, қолыңызды тартыңыз деген Зілиханың ашулы даусы тағы естілді. Жа, шаңқылдама, еркек қолы тимей жүргендей секіруін айттым ғой, мен келіп тұрамын. Ет бетіңді тауықтарға жем отын судан кемдік көрмейсің. Кешке келем, қазір де таралуға болады. Скорсқа салып жібермейміз бе? Жүрсе үйге есікті жап деген Созақбайдың даусы жұмсарғанмен әмірлі өктем естілді. Жоқ ағай, кірмейсіз. Кірсеңіз мен ауладан шығып кетем. Сіз қала беріңіз. Жа, айтқанын түсінбейсің ғой. Менің айтқаныма көн. Осы ауылдағы бастық сельсовет екеуміз екенін білмейсің бе? Біз не айтсақ сол заң. Мен сені өзің жас, өзің сұлу болған соң еркелетіп отырсам, бала көтерсең Шымкентке таныс дәрігерлерім бар. Апарып түсіртем. Маған бала керек емес, онсыз да 4 балам бар. Сол жарайды. Ағай, сіз мені күйеу жоқ деп басынбаңыз. Сіз маған ұнамайсыз. Мен сізбен ешқашан бірге болмаймын. Шығыңыз, кетіңіз. Ешқашан болмаймын деймісің? Өзің шын айтып тұрсың ба? Оның шіңкілдеген жіңішке дауыс одан сайын ашыланып, шыңырланып кетті. Бұл кезде оның қызарып өрткен жүзі күрең, жасылға айналып бетон беттеніп әйнек көзденіп кеткен болу керек. Сондай бір түріне бірнеше рет көргенін. Ха. Мына қатынның құтыруын-ай. Мен өткенде қалаға барғанда 500 теңгеге 18-дегі жас қызды туралаған бұлағаң, сен неменеге еркек көрмегенде бұлданасың? Бәле қатын, бұл ауылда не көп байыз қатын көп. Аяғыма орытылып жүргендер қаншама. Ағай, әңгімеңізді тоқтатыңыз. Кетіңіз. Зілиханың даусы жыламсырағанмен қатқыл естілді. Участковой тактикасын өзгертті. Дауыс енді жай мәймөңкеленіп шықты. Әй шырағым Зілиха, жаңа айттым ғой, не көп байыз қатын көп. Сен маған ұнайсың. Біздің үйдегі әйелді білесің ғой, женскиймен ауырады. Жатуға болмайды, оның үстіне тағы 2 қабат. Мен енді өлем бе, түсінсеңші. Қатынмен жату үшін қалаға шаба берем бе? Жаным қиналып кетті ғой. Бір мәрте жаным. Әрі қарай мұрнының астынан бірдеңе деп міңгірлеген болса керек. Даусы естілмей кетті.
Кетіңіз, мен сізге ойыншық емеспін, өз намысымды қорғай алатын әйелмін. Шық үйден, әйтпесе мына айырды тығып алудан тайынбайтын әйелмін. Зілиханың даусы жарықшақтанып шықты. Осы сөздер мен осындай дауыстың Зілиханың аузынан шыққанына сенбейтін деймін. Жә, шапылдама, о несі, ауылды басына көтеріп, етегін желден басқа еш нәрсе көтермегендей безілдейді ғой мына қаншық. Әй, сен біреудің үйінде пропискасы тұрасың, заңды бұзып жүрсің. Мен саған көрсетем, әкеңді танымай жүр екенсің. Танытам, маған отказ берудің қандай екенін. Саған алдымен айыппұл төлеттірем, күніңді түнетем, алдыма өзің-ақ жалынып келесің. Қатындар сенің қойныңды бос болмайды дейді. Ауылдың еркектерін бұзып жүрсің деп шіңкілдеген участковойдың даусы алыстай беріп естілмей кетті. Есіктен сығалап участковойдың кеткеніне көз жеткізгеннен кейін есік алдына шықтым. Көздері жалт етіп, шаштары жалбырап кеткен Зілиха не істерімді білмей тұрған мені құшақтап жылап жіберді. Өксіп ұзақ жылады. Еркектердің озбырлығына, өзінің жесір ғұмырына нала айтып жатқандай. Мен қалай жұбатарымды, не айтарымды білмей шашын сипап тұра бердім. Бірер жылдан соң Созақбайдың жазасын берем деп өзіме өзім уәде бердім. Мен қанша асықсам да Зілиханы мұндай жағдайға тастап кете алмадым. Қолына су қойдым. Салқын суға бетін шайып, шашын дұрыстап, өзіне өзі келгендей болды. Көздері ісіп, өксігі әлі басылмаған Зілиха диван жоқ болған соң төсектің шетіне кездейсоқ отыра кеткен менің тіземе басын салып әңгіме бастады. Құдай-ау, жұрт мені ағаш атқа мінгізіп, жаңағы беті қайтқан Созақбай секілдіре кек қайтарып, қойын еркектен босамайды деп өтірік өсектейді. Талай еркек келген, ізімен кері қайтқан, бірақ олардың бәрі басқашалар. Шын мен күйеуім болғандықтан менің қойнымнан шыққан болып есептеледі. Бәрінен де сен шығып қалама деп қорқып едім. Шықпағаның жақсы болды. Зілиха сөйлеп жатыр. Ішіндегі сөз толы қаптың аузы ашылып кеткендей. Мен оның айтқандарының бірін түсінсем, бірін түсінбеймін. Бірақ оның ашулы әрі мұндай сөзшең түрін бірінші көруім. Марат деймін, сенен жасырып қайтейін. Мен осы ауылда тұрғалы 3 жылдың ішінде сен менімен болған екінші еркексің. Сенің алдыңдағы адам мені шын жүректен сүйген, бірақ оның отбасын бұза алмадым. Ал мен ешкімді шын жүрегімен сүйе алмайтын секілдімін. Мен сені сүйген немесе ұнатқандардан емес, өзім ұнатқан еркектерге болғым келді. Ажырасқан күйеумен 5 жыл жүріп, күйіп-сүйіп қосылып едік. Осы 3 жылда 20 шақты еркек жаңағы Созақбайдың кебін киіп кеткен. Сонда менің жазығым не? Әдеміше болғаным ба? Күйеумен ажырасқаным ба? Мен ана Созақбаймен өлтірсе де, миллион теңге берсем де жатпаймын. Жоқ, мен сабама түсуім керек деп, ол біресе екі шекесін, біресе желкесін уқалады. Мен көргенмін, мен естігендерінен есімді жия алмай мелшиіп отырмын. Минут сайын есейіп, өмірдің көлеңкелі жақтары мен әйел еркек арасындағы қатынастардың проблемалар туралы өмір сабақтарын алып көңілге түйудемін. Зілиха да мен білетін Зілиха емес еді. Ту, Марат, сенің түрің бұзылып кетіпті ғой. Сенің жаныңды жараладым-ау. Мен қазір сыртқа шығып келейін. Бұл соңғы кездесуіміз шығар деп, тұрып бара жатқанда қолы шалбарының сыртынан сипағандай болды. Әлде аңдаусызда тиді ме екен? Ол да соны күтіп тұрғандай дүр сілкініп шыға келді. Есіктен шығып бара жатқан Зілихаға қарасам, ол да мен білетін Зілихаға айналыпты. Менің бойымдағы тек құштарлық емес, басқа да бір сезім қосыла жаулап алған. Оның не сезім екенін өзімде түсінбедім. Зілиханы аяйтындаймын, оны қадірлей түскендеймін. Оның шырқыраған жанын жұбатқым келгендей, ісіп кеткен көздерінен бастап аймалаудамын. Оны еркелеткен болам. Менің барынша қолымнан келетін осы еді. Зілиха да қазір төсекте ерекше болды. Бұрын көрсетпеген қылықтар көрсетіп, төсімнен аймалады. Біресе тіліммен қытықтады. Қолдарын кіндігімнің төмен тұсына қайта-қайта апара берді. Апарған сайын енді қалғи бастаған қалпақты қарақшым қайтадан қаруын оқтайды. Менің боз балалық түйсігім мына кездесудің басқа кездесулерден өзгешелеу екенін мойындағандай. Мен де Зілихаға ұзақ ләззат сыйлауға тырыстым. Төсекте бозбала да емес, кәдімгі жолбастар еркекке айнала бастағанын сезінгендеймін. Емтихан тапсырып інімді ауруханадан әкеліп, одан үйге алыстағы нағашыларым келіп, тағы басқа жұмыстармен арада 10 шақты күн өтіп кетті. Осы арада Зілиха ойымнан шықпағанмен барудың реті келмеді. Үйінде де телефон да жоқ. Бір күні газеттерді ала кетейін деп поштаға соққанымда Зілиханы кездестірдім. Паспорт тәртібін бұзып тұратын жерінде тіркелмегендіктен айыппұл салыныпты. Соны төлеп тұр екен. Менің көз алдыма Созақбайдың кіжінген түрі келді. Көптің көзінше ештеңе айта алмай, көздерімен жұбатып кеттім. Бір күні тағы да бір емтихан тапсырып, деп тынысымды алғандай болып, 1-2 күнде Моншаға барып Зілихаға баратынымды ойлап, ішімнен қуанып жүредім. Таңертеңгі шай үстінде апам, Зілиха қалаға көшіп кетіпті деді. Шай ішіп болғаным мұндай абырой болар ма? Ішімдегі болып жатқан астан кестең дауылды ешкімге білдірмеймін дегендей, сүріне қабына өзенге қарай жүгірдім.
Таңертеңгі салқынға да қарамай, шомылатын мезгіл болмаса да, келе салқын суға қойып кеттім. Денемнің әр мүшесі, әр тіканы, әр түйіршік қаным Зылиханы жоқтап жатқандай. Ішімнен, қош бол мені ауыздандырған әйел дедім. Содан кейін, жоқ Зылиха, сен мені ауыздандырып қана қойған жоқсың, одан да көп нәрсе бердің, көп нәрсе ұқтырдың дедім. Содан кейін Зылиханы көрген де, естіген де жоқпын. Марат әңгімесін аяқтап, сол күндерге еніп кеткендей, екі көзін бір нүктеге қарап, ауыр ойға шомып отырып алыпты. Кеудем шым ете қалды. Маратты өзіме белгісіз Зылихадан қызғанғандаймын. Ау мәке, түс болып қалды ғой, қазір күн ысып кетеді. Базарға азық-түлікке барып келейік дедім. Ал сенше, сен де айтам деп едің ғой. Мәке, түс болып қалды ғой. Мен тағы бірде айтармын деп, мойнынан құшақтап, ерінен сүйдім. Мәкең бұны өзінше түсінді ме, әлде менің бетімде солай жазулы тұр ма? Төсекке ме кеттік деп мені көтеріп алды. Мен көздерімді жұмып, Мәкеңді енді ешкімге бермеймін дегендей, мойнынан қатты құшақтап алдым. Жоқ, мен Зылихадан да артық ләззат сыйлаймын. Оның бейнесін Мәкеңнің ойынан бір жолата шығаруым керек. Әрең тапқан аяулымды ешкімге де бермеймін дегендей, оны аймалай бастадым. Алғашқы еркек құшағын көргенім туралы, ол заңды күйеуім болса да ешқашан айтпаймын. Ол әйелдер тарапынан ешқашан айтылмайтын әңгіме. Мәкеңнің құшағында көзім жұмылып бара жатып, кешке балалармен әңгіме өткізуді ұмытпау керек деп ойлап үлгердім. Әңгіменің соңы.